Сәлем. Ағылшын тілі әліппесіне арналған сабағымыздың екінші бөлімін бастаймыз. Consonants, alveolus, альвеоларлық дауыссыз дыбыстар. Consonants, дауыссыз дыбыстар. Қазақша біз дауыссыз дыбыстарды ұяң және қатаң дауыссыздар деп бөлеміз. Ағылшынша voiced, voiceless болып бөлінеді. Voiced деген үнді, voiceless деген үнсіз деген мағынаны береді. Осы екі қатардағы дауыссыз дыбыстардың транскрипциялық белгілері. Сол әрбір белгіге мен мысал берген екі сөзден, екі сөздің жазылуы және транскрипциялық белгісі жанында. Онда жұбымен оқып көрейік. Б, П. Осы Б, П-ны айтқан кезде қазақша дыбыс Б мен П-дан гөрі нақтылау айтады. Ерінді жұмып тұрып, бірден ауа жіберіп. Д, Т. Бұл альвеоларлық дыбысқа жатады. Мен келесі бетті арнаймын альвеоларлық дыбыстарға. Г, К, В, Ф, З, С. Осы екі дыбыс ағылшын тіліне тән, қазақ тілінде бұндай дыбыстар жоқ. Сондықтан бұл дыбыстарға мен бөлек видео жасаймын. З, С, Ж, Ш, Ж, Ч, Л, Р, Е, В. Осы В деген біздің қазақша удан өзгеше айтылады. Алдымен ерінді дөңгелектеп ұстап жасап алу керек, содан кейін бірден ауа шығарып айту керек. В. М, Н, Ң. Міне, мынау біздің қазақша менің, сенің дегенде айтатын, соңында келетін ң деген дыбыс. Ол өзінен кейін Г және К деген әріп келсе, міне мында мысалы бар бізде К, міне. Ол ң болып айтылады. Г айтылмайды, бірақ К айтылады. Және Х деген дыбыс бізде қазақша хат дегенде Х бар, және қаһарман, һәм деген сөздерде Х деген бар. Соның қаһарман және һәм дегенде айтылатын Х. Бұл мысалы хатты айтқан кезде дауыс тамақ кішкене тиеді бір-біріне. Ал бұл дыбысты айтқан кезде дыбыс ешқандай кедергісіз шығу керек. Х деп. Hand, happy. Р. Бұл дыбыс өзінен кейін дауысты дыбыстар келсе айтылады, дауыссыз дыбыстар келсе айтылмайды. Ал онда оқиық. Б. Book, bag. Д. Day, date. Г. Give, gave. В. Visit, voice. The, that, then. Z, zoo, zigzag. J, vision, leisure. J, jump, jog. L, look, lake. R, run, rabbit. Y, yes, your. W, we, when. M, moon, May. N, noon, name. Ng, sing, wing. P, pink, pepper. T, town, take. K, cat, car. F, flower, flower. Th, think, thank. S, say, sink. Ш. Міне осы ұзынша келген үйрелең сызық бір таяқша, ол осы SH-дің жазылуының айтылуы. SH, Ш болып оқылады осылай. Ш, sheep, ship. Ч. Міне осы транскрипциялық белгісі. CH екі әріптің қосылып оқылуы осылай. Ч. Cheese, chess. H, hand, happy. R, міне өзінен кейін дауысты дыбыс кеп тұр. 4 apples.
не транскрипциялық белгісі осылай айтылады. Ал осы бетте біз альвеоларлық дыбыстар жайында айтамыз. Альвеоларлық дыбыстар дегеніміз ол міне мына жерде тізілген Т, Д, С, З, Н, Л, Р. Міне адамның бейнесі, мұрын, еріндер, тістер және тіл. Ағылшын тілінде мына альвеола деп атайды осы тұсты. Мысалы, сендер қазір үстіңгі тістеріңнің жоғары жағын тілмен сипап қарасаңдар, кішкене көтеріңкі түсті байқайсыңдар. Дәл осы тұста. Сол тістерді ұстап тұрған бұлшықеттер ғой. Мына дыбыстарды айтқан кезде тілдің ұшын тұп-тура сол тұсқа тигізіп айтады. Мына таңдай жаққа кішкене жылжуға болады, бірақ тістер жаққа жылжыспау керек. Қазақ тілінде Т, Д, Н, Л-ны айтқан кезде біз тілдің ұшын тістерге тигізіп айта береміз, бірақ ағылшын тілінде осындай ерекшелік. Альвеолаға тигізіп айтуларың керек. Тура осы тұсқа. Онда мына мысал сөздерімізді оқиық. Бірінші қатарда Т көбінесе Т-ға арналған, екінші қатар Д. Бірақ арасында басқа да альвеоларлық дыбыстар бар. Н, Л деген. Бірінші сөз tact, test, Twitter. Міне сендер Twitter деп айтатын осы Twitter деген сөз. Titan, twist, toast, titillate, tentative, total, date, екінші қатар, detailed, detected, diet, decided, devoted, demand, dedicated, diamond. Міне осы сөздерді мен жазылуымен бірге қоса транскрипшндерін қосып бердім, яғни айтылулары. Осы транскрипшн сөздердің кейбіреуінде міне жоғарыдан түскен өтір тұр, ол деген апострофи деп аталады. Сол буынға екпін түсіп тұр деген сөз. Сол екпін түсіп тұрған буындағы дауыстылар сол қалпында айтылады. Ал екпін түспеген буындағы дауыстылар міне ол нейтралды болып айтылады. Осы ның оқылу белгісі, осы транскрипциялық белгісі. Міне мына жерде бірінші буынға түсіп тұр. Titan, міне мынау нейтралды айтылып тұр, болмашы болып. Titan. Осы сөздерді бірінші рет қайталап оқыңдар үйде. Неғұрлым көбірек қайталасыңдар, көздерің осы сөздерге үйренеді және осы сөздерді көргенде болашақта тілдерің автоматты түрде осы альвеолаға тиетін болады. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next time.